Алматы облысы Сарқан ауданының жастары ауыл шаруашылығына және ел тұрғындарына тиімді сайт құрастырды. Жаңа платформа мал саудалауға бағытталған, бірақ оның аясын кеңейтуге әбден болады дейді жас өнертапқыштар. Цифрлы Қазақстан бағдарламасына өзіндік үлес қосып жатқан жігерлі жастардың жаңа туындысы жайында тілшіміз Қуаныш Қанатұлы айтсын. Сарқан ауданының тұрғындары жаңа сайтты бірден меңгеріп алды. Үйден шықпай, базар саңдалмай, қорадағы малын сайт арқылы саудалауға әбден машықтанған. Үміт Исаева бордақта тұрған қой жылқысының сайтқа салса бірден өтіп кететініне сенімді. Биемді саттым. Енді борлақланған құрман айтқа қошқарымды сатам. Күзге жақын оптам ешкілерімді, қойдарымды сатам. Әдетте тұрғындар мал базарына 4 түлігін жетектеп немесе көлік жалдап жетеді. Базарға кіргені үшін де, тұрған үшін де ақы төлейді. Онда да мал өтсе жақсы, өтпесе қайта қайтуға мәжбүр. Міне осындай машақатты көрген сарқандық Аслан мен Әнуар сайт құрастыруға кіріседі. Нәтижесі де жаман емес. 2 айда сайттың мобильді нұсқасын 5000-дай адам жүктеген. Үй жануарларды сатуға болады, жаңағы тауық, үйрек және зоотовар салуға болады. Және де ауыл шаруашылығы мемлекеттік бағдарламасын енгізу жоспарда бар. Бұлар жаңағы адамдарға өздерін мемлекеттік субсидия, соларды үйлерінде көріп ақ мәліметтерін ала алады. Жігерлі жастардың сайттан басқа да әлеуметтік жобалар жеткілікті. Ауданда робототехниканы дамытып, ауыл жастарының IT технологияларды жылдам меңгергенін қалайды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы.